Аты жөніңіз аға? Мен Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Сарбастау ауылының тұрғынымын. Машарбетов Эбен. Аға, қандай мәселемен келіп отырсыз? Мен келгенім 3,5 жыл болып кетті. Бекейіп алдан алаяқтық жолмен үйімді 2 гектар жерімді заңсыз алып, сол себептен мінекей неше жерге барып, генеральный прокуратураға барып, бұлардың заңсыз документтерін анықтап, сояқтан генеральный 3 жыл жауып тастаған істі генеральный прокурордан бұзғызып алып келдім. Бүгінгі күні заңды құжаттарым бәрі өзінде. 2022 жылға екі үйімнің налогын өзім төлеп отырмын. Ал енді мына іс 5 ай болды осы генеральный прокурор, облыс прокурорға жіберді, облыс прокурор антикорға жіберді, антикордан бері міне 5 ай болды міне. Іс антикорда қаралып жатыр, қазіргі Жетісу облысының. Іс жүріп жатыр, тексеріп жатырмыз дейді, бірақ бүгінгі күнге шейін әлі ешқандай қорытынды шықпай отыр. Мен сол себептен алдында қайта тоқтатып тастағаннан бүгін Бекеев Алдан деген Туы Қызылшоқының қазіргі күнде директоры. Туы Қызылшоқының 95 жылдан бері оның директоры өзім боладым. 2018-ге шейін. 2013 жылы бірге іріленеміз деп сыртымыздан аудан әкімі бірігіңдер, іріленіңдер, ірілексі лезикіға техника береді, жаңағы солярка береді, үлгетмей деп айтқаннан кейін біріккеміз. Сөйтіп едім, бір күн айтты маған, сіз мына неге келіңіз нотариуске, мына бірігіп документ жасайық деді. Соны нотариуске барып едім, Кербұлақ ауданының 3 нотариусы қол қоймай, келіспей қойды. Ол кезде ол жаңағы Кербұлақ ауданының жер қатынастар бөлімінде жаңағы инспектор болып істеп жүрген. Соны қол қоймай қойғаннан кейін, соның кейін Қапшағайға нотариуске бардық. Бір Тұрғанбаев Әлішер деген баланы маған шопыр қылып берді, сіздер барыңыздар деп жаныма бір нотариусты қосып берді. Сонымен Қапшағайға барып едік. Қапшағайдағы нотариустерде бұл жасауға болмайды деп жаңағы қайтарды. Оны не өйтіп жүргенін мен білмеппін. Кейіннен бір жеті өткеннен кейін маған Бекеев Алдан звондайды. Аға, келіңіз Талдықорғанға. Бұл жерде біз нотариуспен келістік деді. Жаңағы Тұрғанбаев Әлішерді жіберем деді, сағат 12 шамасында звондады. Соның Тұрғанбаев Әлішер деген бала жаңағы Бекеев Алданның жібімен келді, мені отырғызып алып, осы Талдықорғанға келдік. Талдықорғанға келдік, Талдықорғанға келсек, жаңағы алдымыздан Бекеев Алдан күтіп алды. Соны нотариуске кіргізді. Соның кейін айтты, аға, ештеңені уайымдамаңыз, бәрі дұрыс болады, бәрі жақсы болады. Касымсот аладың, то есть трактор аладың болдық, комбайн аладың болдық, соған бола мінекей документ жасап жатырмыз, енді бәрі жақсы болады деді. Соңғы мен бірігіп жұмыс істеп жүргенге енді жұмысқа кедергі болмасын, жаңа техника алсақ алайық деген ойменен қағазға қол қойып бердім. Нотариус терезеге қарап тұрды, ана қағазды әкелді, алдан алдыма қойды, қол қойып бердім. Бұның келіскен екенбіз деп жүрміз ғой, мен маған айтты ғой, сіз жаңағы нотариус Бекбосынов Аскербек деген Талдықорғандікі. Ол 2013 жыл болған жағдай. Содан 2013 жыл болды, жер сатылмайды, сіз өзіңіз директорсыз, директор болып жүре бересіз деді. Сол күнмен мен жүре бердім 2018-ге шейін. 2018 жылы менің декабрьдің 15 күні екеуміз жаңағы сөзге келіп қалдық. Өйткені мендегі пайшық адамдардың жаңағы жеріне, біреуіне жаңағы 50 гектар жері бар, біреуінің 30 гектар жері бар, ылғи пай үлесін 2013-14-тен бастап мен өзім беріп жүрген ғой әрқайсысына тиісті үлестерін.
Соны бұл бермей қойып, бермеймін дейді. Неге бермейсің десем, ешкімнің жері жоқ. Қалай жері жоқ? Сонымен екеуміз кішкене ұрысып қалып едік. Сөйтсем, керек болса мен сені жерден қуып шығамын дейді. Соны қалай қуып шығасың деп екеуміз кәдімгідей сөзге келдік. Сөйтсек, менің сыртымнан подъемка документ жасап алып. 2013-дегі ана Әскербек нотариуске келгенінде сөйтсем бұлар сатып алу орысша купил продажи деп сөйтіп документ жасап алмаған, құр басқару жүйесі деп қана айтқан. Жер сатылмайды дегеннен кейін әлгі кісілердің бәрі, менде міне барлық документ қолымда, әлгі кісілердің бәріне мен өзім үлесім беріп сөйтіп жүрдім. Ал енді кейіннен қарасам 2008 жылдан бүкіл құжаттардың барлығы сіздің сыртыңыздан алдап жасалды ғой. Иә, менің қанша нотариус сол кезде қол қойды? сол жерден ана алдыңғы түсіндірген жоқ па? Желісінің құжаттардың жасалғанын барысын түсірген жоқ, нотариус қасыма да келген жоқ. Ана Бекеев алдан жүгіріп келді, жаңағы Тұрғанбай адамның туған бауырлары осыған тосқауыл болып отыр деп ойлаймыз ғой, иә? Қазір келген мына документтің бәрін қарап көрсек, ауданның әкімі Әлиев Бағдат, Бекеев алдан жаңағы Әскербек Атойсана нотариус. Одан кейін бұл документтің бәрін анықтап келсем, 2008 жылы жасап алған документ 2014-те бұлар сыртымнан документ жасап алыпты. Сыртымнан документ жасап 2 гектар жерді мына Қонаев деген үйімді бәрі бірігіп нотариус, ол нотариус Бақыт қалай еді? Нұрғали Бақыт деген Сарыөзектің нотариусіне жасатып алыпты. Бұл жерде ең бірінші адамның құқығын нотариус түсіндіру керек негізі. Қол қоятын кезде қандай құжатқа қол қойып жатсыз, оның бәрі міндетті түрде сұралу керек еді сізден. Нотариустың аты жөні кім? Тағы да бір рет айтыңызшы. Ана Нұрғали Бақыт деген мына Сарыөзекте. Мен түсінгенім, сіздің сыртыңыздан сіздің жерлеріңізді жаңағы арнайы құжаттарды жасай отырып субсидия, жалған субсидия алған сыртыңыздан. Ал енді общий суммасы қанша жаңағы сізге келді? Мына бұл былайынан болғанда жаңағы Бағашар шаруа қожалығы мына баламның атында, соның атынан балам Бақытжан жаңағы алданның, Бекеев алдандардың малын бағады. Малын бағып жүр. 175 гектар жерімізге егін ектік деп, жаңағы бұл мал бағып жүргенде де егін ектік деп жаңағы субсидия алған. 120 миллион субсидия алған. Біз оны кейіннен бірақ білдік. Мына дауласып жүр қағаздарды 120 миллион субсидия алған. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4-й Власенко көрермендері. Бүгін бізге Кербұлақ ауданының үлкен жаңағы ақсақалдан бастап балалармен бірге осындай бір үлкен бір мәселені көтеріп келіп отыр екен. Бұл жерде бізде енді мына 30 жылда әбден қанымызға сіңіп қалған аға көкенің мәселесі. Тірегі бар адамдардың барлығы кезінде жаңағы 30 жыл билікте барлығы басатын жерді басып, асатын жердің асуларын асып қалған. Бәріміз біліп отырмыз оны. Енді қазіргі билік, мына біздің облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлына сұрағым келіп отырғаны, жаңағы Бекеевтер отбасын сіз алдында мен жиналыста тікелей қатысқанда сол азаматтарды керемет еңбекқор, керемет жаңағы адал, халқына қызмет етеді деген бағытта Кербұлақ ауданының жаңағы есептік жаңа халықтың алдында есеп берген кезде осыны айтқан болатынсыз. Ал енді бүгінгі күні біз сол Бекеев деген азаматтар қаншалықты қылмыстың ішінде бар екенін қазір көрсетеміз. Осы бағытта сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы сіз сол құжаттарды көрдіңіз ба? Сол субсидиялардың бәрі заңсыз алынған жолмен екенін көріп, сізге қалай жеткізілгенін біз білмейміз. Әлбетте ол сізге барып өздеріне қалай ыңғайлы солай көрсетеді ғой. Содан кейін біздің естуімізше бұның артында үлкен шенді азаматтар жаңағы бұл қылмыстың артында үлкен шенді азаматтар тұр екен. Қазір біз сол кісінің атын естуге тырысайық. Мына қылмыстың 3 жыл бойы жабылып, заңсыз 120 миллионнан артық үкіметімізге шығын келтірілгені анық. Осы қылмыстың артында кім тұр деп есептейсіз аға? Естуіңіз қандай? Бұл қылмыстың біз 120 миллионды
жаңағы банкіден барып ведомствоның қай уақытта датасымен алған комиссия мүшелерінің қол қойған бәрін анықтадық. 120 миллион Бағашар Шәрбоға жолығынан шотынан Бекеев Қайрат депутат әйелі табиғат шешіп алып отырған сенім хат арқылы. Бізді баламды алдап сенім хат арқылы. Ал енді кейіннен осы 120 миллион субсидия прокурорға бергенен арыз жазып өткізгеннен кейін іс антикорға түсті. Антикорға түскенде антикорға Бекеев оңал, ол кезде полковник Астанадан келіп, жаңағы келгенін естідік. Сонан кейін біз ол кезде жаңағы Алматы облысының антикорының бастығы Тұрғынбаев мырзаға мен өтініш жазып қабылдауына кірдім. Кіргенде уақыт айттым, өстіп Бекеевтің полковник келіпті осындай деп айтып едім. Сонан кейін ана жерде Тұрғынбаев жаңағы зам Жембаевқа айтты, что за полковник талтаңдап жүрген деді. Соны ол лишний вопроспен маған келді, өзіне келді деп сөйледі. Бұның енді бүгінгі күні жаңағы Бекеев оңал генерал бола тұра, осы істің артында сол Бекеев оңал тұр. Ал енді осы мен арыз жазғанымнан кейін Бекеев оңал, Бекеев алдан мені 5 рет сотқа берді. Сотқа беріп, біздің арымызды, намысымызды таптады дейді. Ал енді бұлар менің бар үйімді, дүние мүлкімді ала отырып, оны азырқығандай мені сотқа берді. Көксу соты маған 5 рет соттың 4-ші сотта маған 432 мың штраф салды пенсияма. Одан кейін мен облыс сотқа қайтадан арыз өткізіп едім. Облыс сотта қан деген судья жаңа отменить етті 4-ді. Бұл ешқандай дәлел болмаған деп. Ал енді бұл қылмыстың артында кім тұр деп есептейсіз? Өкімет басында біреулер бар ма? Мұна жаңағы неден ұзынғұлақтан естуім бойынша өкімет жаңа президент аппаратында Нұртілеу деген аппарат басшысы ма, сол Нұртілеу тұр деп естеймін. Өздері айтты. Оны өздері айтып жүр. Бекеевтер отбасы өзі айтады. Бекеевтер отбасы Астанада да бізде бар, басқа жер қайда барсаң сонда бар, ешқандай жеңе алмайсың деп соны айтты ғой. Ал енді президент мырзаға айтарымыз, өзіңіздің қол астыңызда жұмыс жасайтын Мұрат Нұртілеу сынды беткүстар азаматтардың өзі осындай жаңағы істің басы қасында жүрген ақиқат па? Одан кейін генерал-майор Онал Бекеев деген азаматқа мысалы жеке сұрақ бар. Сонда ол кісі генералдың погонын тағып, осындай қылмыстарды жабу үшін отыр ма? Мұрат Ахметжанов мырза, сіздің құлағыңызға алтын сырға, осындай генералдардың жұмысына сіз қалай қарайсыз? Жалпы осы үкіметтің басында отырғандардың өзі осындай үлкен қылмыстардың басы қасында жүретін ақиқат па? Осы істің бас аяғына біздің редакция журналистік зерттеуін бастап, осы уақытта жұмысымызды жүргіземіз. Вот я пишу, говорю Кайрату Бекееву, что я напишу на него заявление, что он приехал, здесь мне стоит, угрожает. Он говорит, что он ничего не боится, чтобы я писала хоть куда, хоть кому. Повторите свои слова. Я Повторите свои слова. Я никого не боюсь, хоть куда пиши. Вот. Он говорит, что на него управы нету, понимаете? Он что хочет, то и будет творить здесь. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 Власинфо көрермендері. Бүгін біздің редакциямызға келіп түскен ақпаратқа байланысты облыс прокуроры Басшыбаев мырзаға, облыс әкімі Исабаев мырзаға және де жалпы мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі Жебегенов мырзаға осы сауалдарды жұмсағымыз келіп отыр. Біздің жаңағы ақпаратымызға байланысты осындай Бекеев Алдан деген кісі туралы өте көп ақпарат бар. Бірақ алдындағы облыс әкімінің кездесуінде облыс әкімі ол кісі туралы жаңағы еңбекқор азамат ретінде көрсетті. Қаншама мың өкіметтен субсидия алып отырған азамат екен. Енді сол субсидия алған кезде ол онсы орынды ма? Заң шеңберінде жаңағы алам деген дүниесінің бәрінің алған ба өкіметтің алдында, қарыз берешегі жоқ па? Мысалы, біздің есебіміз бойынша жаңа мен көрген қағаздар, енді юрист ретінде айтатыным, ол жаңағы мысалы, мен сізге бір мысал ретінде айтайын.
5 миллионның дүниесін мысалы 100 миллион қылып көрсетуі мүмкін. Егер осындай фактылармен, жаңағы алаяқтық фактісімен өкіметті алдап, өкіметтің субсидиясын заңсыз пайдаланып, өкіметтің қаражатын иемденіп, заңсыз иемденіп, жаңа халықтың игілігінен аузынан жырып алып жатқан жағдай болатын болса, оны да тексеру керек. Одан кейін мына үлкен ақсақалды ары бері жүгірткісіп қойып, үй жайын бәрін тартып алатындай не күн туды басымызға? Ол кісінің жаңағы өзінің өмір бақи тұрған үйінен қуып шығу қыстың кезінде қаншалықты заңды? Неге мына Кербұлақ ауданында тіпті заң бұзушылық аса бір асқан жаңа қатыгездікпен жасалған дүниеді. Сонда ол жаңағы Бекеев ауданның группаласы арқылы алған екен дейді, жаңағы көптеген субсидияны. Жапаров деген мырза осы субсидияны беру орталығының жаңа басшысы екен. Екеуі бір группада оқыған, бір жаңағы жоғарғы оқу орнын бірге тәмамдаған азаматтар екен. Екінші бір бауыры мына тұқымдарды таратуға арналған арнайы бір мекеме бар екен. Яғни жер жаңағы ол да осы саладағы азамат болып тұр ғой. Сонда біреуі субсидиядан ақша алып берсе, біреуі жаңағы заңсыз тұқымын басқасын жасап берсе, екіншісі көлігін берсе, сол сияқты. Сонда былай қарасаңыз бірнеше азамат алдын ала жаңағы сөз байласу арқылы өкіметті алдап отыр. Осы фактыны анықтап, шын мәнде солай болған ба? Жаңағы группаласы осыншама миллион өкіметтің дүниесін жалған құжаттарға сүйеніп алып берген ба? Егер ол құжаттармен жаңағы Жапаров мырза деген кісі алып берген болса, екінші бауыры жаңағы осы субсидияны рәсімдеу, жаңағы осы тұқымды тарату сияқты, осы ауыл шаруашылығына байланысты бір рәсімдеу орталығының басшысы болатын болса, неге олай? Неге барлығы бір-бірімен байланысып, ауыз жаңағы байласып, өкіметті алдап отыр? Осындай фактілер шын мәнде бар болса, неге үшін жауап бермеске? Осы дүниелердің бәрін шынайы тұрғыда барлығын тексеруін сұраймыз. Және осы біздің репортажымызды арнайы журналистік сауалнама ретінде қабылдасаңыздар, және осы бағытта біз электрондық басқа құрылғылар арқылы арнайы жаңағы арызымызды түсіретін боламыз.